Жастар суға кетіп жатыр. Қарағандыда бір жас өспірім, ал Өскеменде бір студент суға батып кетті. Бұған ең алдымен белгіленбеген жерде шомылу және құтқарушы тапшылығы себеп дейді мамандар. Мәселені тілшіміз Инара Барсақбаева зерттеп көрді. Шомылу маусымы басталғанына 2 аптадай уақыт болды. Осы аралықта еліміз бойынша 18 адам батып кеткен. Оның 7-еуі бала. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі шомылуға тыйым салынған орындарда болған. Қарағандыда 16 жасар оқушы арнайы жабдықталмаған жерде суға түсіп қайтыс болды. Утонувший. Суға батып кеткен бала жүзе алмайды. Төтенше жағдайлар департаменті кезекті мәрте қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттілігін ескертеді. Тек рұқсат етілген жерде ғана шомылып, түн мезгілінде көлге түсуден аулақ жүрген дұрыс. Шығыс Қазақстан облысында да шомылу маусымы басталғалы қайғылы оқиғалар жиілеген. Өткен аптада студент бала тілсіз жаудың құрбаны болды. Жекеменшік жағажайда құтқарушы қат, ал демалыс орындарының иелері оларды жұмысқа қабылдауға құлықсыз. Осылайша қауіпсіздік мәселесіне ат үсті қарап отыр деп дабыл қағуда төтенше жағдай қызметкерлері. Құтқарушыларды тегін оқытуға ниеттіміз, бірақ кәсіпкерлер аса ынталы емес дейді. Бүгінгі таңда құтқару жасақтары Бұқтырма су қоймасындағы муниципалды жағажайда ғана қызмет көрсетеді. Біз мамандарды осы демалыс орындарында оқыту үшін жұмыс істеп жатырмыз. Мұнда бақылау бекеті болды. Онда қауіпсіздік барынша қамтамасыз етіледі. Шомылу маусымы басталғалы патрульдік қадағалау күшейтілді. Елімізде 722 жағажай бар, оның дені жекеменшік. Шомылуға тыйым салынған 5000 қауіпті орын мен 133 мың су айдыны бар. Олардың барлығын дерлік құтқарушылармен қамту мүмкін емес. Төтенше жағдай мамандары су айдындарына рейд шараларын күшейткен. Біздің министрлікпен қауіпті учаскелерде 201 құтқару мобильді бекеттері орналастырылған. Яғни біздің құтқарушылармен жабдықталған. Сонымен қатар ішкі істер органдарымен 27 мыңнан астам рейдтік шаралар жүргізілді. Рұқсат етілмеген жерлерде таңбашалар, тақтайлар қойылады. Суға түсуге тыйым салынған, рұқсат етілмеген деген. Құтқарушылар қанша мәрте ескерткенімен жағажайларда қауіпсіздік ережелерін елемейтіндер аз емес. Рұқсат етілмеген жерлерде суға түсу, балаларды қараусыз қалдыру және мас күйінде шомылу. Биылдың өзінде осындай қауіпсіздік ережелерін бұзған 500 адам айыппұл арқалап 27 мың теңге төледі. Инара Барсақбаева, Қайрат Ізбасаров, 7-ші арна.